Қайырлы күн қыздар, мен бүгін осындай меренгалы рулет дайындадым. Рулеттің дәмі өте керемет, яғни тілмен, ауызбен дәмін айтып жеткізу мүмкін емес болып шықты. Ол үшін бізге алдымен қант, лимон қышқылы, 4 жұмыртқа және де крахмал қажет болады. Және де құрғақ ыдыс пен миксер қажет. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болу керек. Сол ыдысымызға жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Содан соң оны жақсылап миксермен араластырып, аппақ көбік болғанша дайындаймыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Сонда ғана бізде осындай масса пайда болады. Содан соң оған қантымызды аз-аздан сала отырып, тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай масса пайда болу үшін жаңағы жұмыртқамыздың ағы мен сарысын ұқыпты түрде бөліп алуымыз керек, яғни сарысы сәлде болса кетіп қалуға болмайды. Және де ыдысымыз бен миксеріміз міндетті түрде құрғақ болу керек. Бұдан соң оған лимон қышқылын қосып, тағы да араластырып аламыз. Енді бұған крахмалымызды қосып, оны 5-6 секунд араластырып аламыз. Осы уақытта пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Міне біздің осымен қамырымыз дайын. Енді бұны пергамент қағаз төселген формамызға құйып, қасықпен жазып шығамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыны алдын ала 180 градусқа қосылған пешімізге 20-25 минутқа жібереміз. Бұдан соң крем дайындаймыз. Крем дайындау үшін алдын ала салқындатылған кілегейді, яғни 33-35% қана кілегей барады кремге. Соны жақсылап таза құрғақ ыдысымызға жақсылап миксермен араластырамыз. Міне біздің кілегейімізде осындай болды. Енді бұған қант ұнтағын қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Кілегей міндетті түрде салқын және 33-35%-тен төмен болмауы қажет. Міне біздің креміміз дайын. Енді рулетімізді жинаймыз.